Сәлем қыздар, өте дәмді бауырдан мынадай пирог әзірлейміз. Ең алдымен бауырымызды суға қайнатып аламыз. Су құйып, тұз салып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Бауыр 35-40 минут қайнаса жетеді. Жеке ыдысқа бір жұмыртқамызды жарып, және сары майды ертіп алдық. Бір стакан бөлме температурасында айранымызды қосамыз. 1,5 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, бастапқыда күрекшенің көмегімен араластырамыз. Ұн қосамыз. Осылайша күрекшемен араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Барлық құрамына керекті заттардың барлығын видеоның астынан жазатын боламын. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Яғни біреу үлкенірек және екінші бетіне жабатынымыз кішірек болу керек. Осылай бір басып, қамыр тынғанын күтеміз. Бізге 1 сәбіз және 2 пияз керек болады. Сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Және пиязымызды ұсақтап 4 бұрыштап турап аламыз. Табаға сұйық майымызды құйып, пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Пияз сарғайғаннан кейін сәбізді салып, тұз себеміз, және паприка, және қара бұрыш сепсеңіздер де болады. Мен видеода көрсетуді ұмытып кетіптім. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Және асылған бауырды ұсақтап 4 бұрыштап турап, қуырылған сәбіз бен пияздың үстіне салып, жақсылап араластырып. Бұл кезде қуырмаймыз, уже оттың астын өшіріп қойдық. Мен жай ғана араластырып алдым. Салмасы дайын. Енді қамырымызды жаямыз. Жайып алдық. Пергамент төселген противеньға қамырымызды салып, арасына салмамыздың барлығын салып шығамыз. Бетіне жабатын қамырымызды, яғни кішкентай бөлігін жайып алдық. Және осылай пышақтың көмегімен бетіне узор деп айтсақ болады. Әдемілік үшін өз фантазияңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен осылай узор жасап қойдым. Дайындап алған қамырымыздың беткі бөлігін осылай жауып, шеттерін қайырып шығамыз. Осылайша пирогымыз жинап болдық. Бетіне бір жұмыртқаның сарысымен кішкене шай қасықтың ұшына ғана алас, куркума екеуін жақсылап араластырып, пирогтың бетіне жағып шығамыз. Піскен кезде сондай сарғыш түсті өте әдемі болады. Жағып алдық. Енді алдын ала қызған 180 градус пешке 35-40 минут пісіріп алдық. Пирогымыз дайын. Сондай дәмді болды, әрі түрде әдемі. Рецепт ұнаса, міндетті түрде пісіріп көріңіздер және каналыма тіркеліп, лайк басып өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар!